Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Гамарджоба батона, кал батона. Менің есімім Дәулет. Я вообще не пью алкоголь. Мен Карина. Бұл еркін қазақ саяхат туралы қазақша блог. Бүгін 18 наурыз. Мен Атырау қаласындамын. 10 сағат бойы Хромтаудан Атырауға дейін жол жүріп келдік. Таңғы 4-те келдік. Атырауда кәдімгідей көктем, қар мүлдем жоқ. Бүгін осы Атыраудан бір күшті саяхатқа жол жүрейік деп жатырмыз. Хотим автостопом в Батуми. Чтобы открыть не арапец. Пожалуйста. Прошло где-то 10-15 минут, мы еще не погибли. 0 теңгемен Кутаисидан Батумиға дейін жеттік. Біз Махунцетти сарқырамасындамыз. Грузияға қош келдік. Біздің саяхат неден басталды? Білгіңіз келе ма? Қыс бойы саяхатқа шықпай, үйде жатып шаршап, 6 қаңтар күні біз 18 наурызға Атырау Кутаиси бағытындағы самолетқа 2 билет аламыз. Былтыр біз дәл осы уақытта Өзбекстанға саяхатқа аттанған едік. Ол туралы видеоны мұнда көре аласыз. Егер неге Грузияны таңдадыңыз деп сұрасаңыз, оған Карина жауап береді. Осы жылы Грузия таңдаған бірнеше себеп болды. Бірінші ол билет. Билеттер арзан. И все. Грузияға Атыраудан билет алсақ, Кутаисиге дейін бір адамға шамамен 26-30 мыңдай шықты. Және бізге екеумізге ары бері 125 мыңға шықты. Екінші себеп ол Грузияға бұрыннан барғымыз келді. Сондықтан осы жылы саяхатымыз Грузиядан басталды. А что, так можно было, что ли? Наурыз айы Грузия үшін қатты қолайлы емес, өйткені ауа райы тым құбылмалы болады. Ауа райын қараған кезде Грузия осы біз баратын аптаның ішінде Грузияда жауын шашын болатын көрдік, бірақ та бұл да бізді тоқтатқан жоқ. Тағы бір қызығы, біздің саяхатымыз осы жолда төтенше жағдайдан басталды. Шығатын күнге бір апта қалған кезде Грузияда өздеріңіз білесіз, төңкеріліс басталды. Біз шекараны жабады деп қатты қорықтық. Бірақ та 3 күнде бәрі реттеліп, Грузия халқы жеңіске жетіп, біз баратын болдық. Біз мінекей Атырауда осындай бір қонақ үй ма, әйтеуір баспана беретін осындай бір жерге келдік. Іші қызық, қазір көрсетемін. Мынау біздің алған бөлмеміз. Мынау жағы кухонный уголок. Мында ваннасы, туалет, төсек, стель, телевизор, балкон. Таңғы асымызды ішіп Атырауда біз самолет ұшуға дейінгі әлі уақыт бар болғанмен Атырауды сәл аралап шығуға шықтық. Біз Атырау қаласының жастар саябағындамыз. Күн деген әлі салқын. Мұнда кейбір адамдар спортпен шұғылданып жүр. Салқын жел. Бірақ ауа райы болжамы бойынша бүгін Атырауда 17 градусқа дейін жылы болады дейді. Күн ашық. Атырауда мен осымен үшінші рет 2019-да Каспийге барған кезде осы Атырау арқылы өтіп, қайтып келгенбіз. Саябақтағы құрылғылар өте үлкен ғып салынған. Бос кеңістік өте көп.
білмеймін, жазда мында адам жүре ма жүрмей ма, өйткені білуімше жазда Атырау өте ыстық, 50 градусқа дейін барады, және де масалары деген сұмдық. Біздің ойымызша табиғаты өте кедей қалалардың бірі Қазақстанда. Жайықтан басқа көретін ондай табиғи жерлер жоқ. Сондықтан да жаңағы набережкасын аралап, аздап көшелерін аралап, біз осымен Атырауды көруді тәмамдадық. Түс кезінде біз аэропортқа қарай бет алдық. Және де біздің алдымызда тағы бір мәселе болды. Бұл көлікті қайда тастайтынымыз. Өйткені бір жетіге кетіп барамыз. Атырауда таныс деген аз. Және бізге ең тиімді вариант бұл аэропорттың автотұрағында қалдыру болды. Мен де қорқтым, өйткені бұл ақылы автотұрақ емес, тегін автотұрақ, бірақ жаңағы аэропортқа жақынырақ, адам көп жүретін жерде тәуекелге бел буып, көлігімізді тастап кеттік. Компаниясының командирі Энджей Дэниел және бүкіл экипаж мүшелері Атырау Кутаиси бағытында сапарға шыққан жолаушыларын қуанышпен қарсы алады. Сапар барысында ұшуағымыз 1 сағат 40 минут, жерден бірнеше минуттан кейін көрсетіледі. Қауіпсіздік ережелеріне назарларыңызды сұраймыз. Сұрақтарыңыз болса, біз көмектесуге дайынбыз. Ескертеміз, ұшақ бортында темекі шегуге, желдетілген темекіні пайдалануға қатаң тыйым салынады. Флайерстан әуе компаниясымен бірге сапарыңыз жайлы өтсін. Грузияға қош келдік! Кутаиси аэропортына келген кезде ауа райы жылы болды, 18 градус болды. Хромтаудан біз кеткенде әлі қар жатты. Кутаиси аэропорты деген енді Атыраумен салыстыруға болмайды, өте керемет аэропорт. Екеуі де халықаралық аэропорт болса да, Атырау жай автовокзал сияқты. Кутаисида керемет салынған, аэропорттың өзі де кен, демалатын орындар өте көп. Осы жерде бір айтып кететін жайт, біздің саяхатымыз максималды бюджетті. Яғни біз көп ақша шығындамай саяхаттауды көздейміз. Енді осы жолы да аэропорттан қалаға дейін жету үшін арасы 20 километр, және де біз таксимен жүруді қарастырмадық. Последний раз пробуем. Мне смеяться охота. Аэропорт ішінде біз $50 лариға ауыстырып, одан шығып, қалаға баратын автобус дедік. Бірнеше кісіден сұрап, бізге бір қазақ келіншегі келіп, таксимен қалаға барам деп бізді апарастады. Осылай біз Кутаиси қаласының орталығына жеттік. Орталығына дегенде автовокзалға қарай. Мінекей Грузияда қандай ағаштар гүлденіп жатыр. Үйлері ескі, барлық үйлері ескі, және міне мұнаны өз көзімен көрдім. Осындай пристройкалар, бөлмелер жасап тастайды. Өздері қызық көрінеді. Балкондары қалай болсын солай, бір стиль мүлде жоқ. Ана үйдің бір балкон үлкен, бір балкон кішкентай. Біздің бірінші мақсатымыз бұл байланыс қатыру болды. Екінші мақсатымыз бұл баспанаға жайғасу. Байланысқа тұру жайлы біз интернетте қарағанымызша Билайн және GeoCell деген екі байланыс операторлары бар. Ең кең таралған. Бірақ GeoCell ол кезде жабық болды да, біз Билайннан 14 лариге сим-карта және сим-карта ішінде 10 гигабайтымен соны сатып алдық. Бірақ кейін зерттеп қараған кезде 14 лари төлеме қоюға болушы еді. Өйткені бір жетіге 15 гигабайт беретін
5 лари тұратын пакет бар екен. Сонда тек қана симка сатып алып, 5 лариге сол пакетті алған дұрыс деп ойлаймыз. Байланысқа тұрып алып, біз баспанамызға қарай жол алдық. Мінекей Грузияның жеке меншік бөлігі осындай гора дейді әйтеуір, таулы жер ғой. Жоғары қарай кете береді, ар жаққа әр түрлі үйлер, бүкілі көгалдырылған, және де осындай бетонмен, көшесі бетонмен жабылған, таза, күшті. Жаңбыр сөйлеп тұр ма? Біз ақырындап грузин тілін үйреніп жатырмыз. Мардоба. Нахвали. Нахвадис? Нахвадис, да? Иә. До свидания. Гамаджоба. Генасвали. Саламатсыз деген сөз. Пока что. Грузияның көліктері. Әзірше байқағанымыз Mercedes деген марканы жақсы көреді екен. Сосын үйлер әртүрлі болады. Көбінесе 2 қабатты. Үлкен үйлер салынады. Баспананы букинг арқылы бір немесе 2-7 бұрын біз бронь жасап қойдық. Біз осындай міне қонақ үйде тоқтадық. Бату деген жігіт осыдан 2 бөлме бөледі екен. Күшті салынған, өте жайлы. Не Чапа деген иті бар. Не біздің бөлмеміз 30 лариге алған бөлме. 5000 бір нәрсе теңге өдем. 30 лари. Өте жайлы. Атырауда қонған бөлмеге ұқсайды. Ас үйі ар жақта, холодильник, төсек және ваннасы бар. Шағын және жайлы жасалынған. Грузиндер өте діншіл сияқты. Бүкіл жерде осындай міне аты қалай кресттің. В общем, крест бүкіл жерде көрінеді. Бірақ та бір байқағаным, олардың шіркеулері сәл басқа, бірақ өздерін православты христиан деп санайды. Білмеймін енді. Это нас угостили. Типа соусы, да? Кетчуп. Білмеймін. Біздің кеш асымыз. Давлет дайындаған. Прикольно. Тәтті ма? Кетчуп сияқты, бірақ андай қышқыл емес кетчуп сияқты. Аз болсын. Ассалаумағалейкум. Бұл Грузиядағы бірінші танымыз. Далада 9 градус. Осындай тұманды, салқын және құстардың үнімен толы таңда ояндық. Мынау ит үні бойы ұйқы берген жоқ. Есікті аш деп тырнап, тақылдап есікті. Чапа, чын де олас бай. Ит қазақша явно түсінбейді ғой. Еще бұлай жата қойды да, андай ішімді сипа дегендей бар ғой. Осымен
біздің Грузияға саяхатымыздың бірінші бөлімі аяқталды. Ең қызығы әлі алда, өйткені біз автостоппен Кутаисидан Батумиға барамыз. Каринаның бірінші автостопы болады. Және де Қара теңізді көреміз, Батумидің сарқырамаларына барамыз, және қаламен танысамыз. Егер Грузия саяхаты сізге қызық болса, біздің парақшаға жазылыңыз, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Алда әлі де көптеген саяхат болады. Міндетті түрде саяхаттаңыз. Грузия саяхат үшін өте керемет жер. Грузия бізге қатты ұнады.